Всем привет! Сендермен бірге мен Ақбота. Бүгінгі видео бізде анпакинг. Pinduodu'дан заттарым менің келді. Мен сендерге көрсетейін. Бірінші ол менде мынандай кішкентай зат. Кстати, мен бұл анпакингті тиктокқа түсірдім. Сол үшін мен бұларды ашып қойдым. Бірінші бізде осындай цепочка, типа Луи Виттонның цепочкасы. Осындай золотистый цепочка менде біреу ақ, сол үшін тағы біреуін заказ бердім. Вот осындай. Бізде пакеттің ішінде носки. Мен бұларды ойлағам, андай ұзын болып келеді деп, бірақ ұзын емес мыналар. Мынандай обычный мына жерінде мынандай бірдемесі бар, принтмен. Осындай бізде ақ носки. И мынандай розовый, менен прям розовый болып келеді деп ойласам, но біртүрлі розовый цветте. И тағы да ақ носкилер қалғандары. Мынандай. Потом мынандай, мынау более-менее нормально. И мынау более-менее нормально. 1, 2, 3, 4, 5. 5 носки. Осындай. Мына жерде менде көрсетейін. Вот. Бұл бізде айна. Біріншісінде айнасын көрсетейін. Мына жерде көріп тұрғандай. Бұл бізде пикми коробка. Өзі айнаның өзі пикми. Hello Kitty'дің айнасы. Мынау негізі детский көрініп тұр. Бірақ бұған бізде қасында көрсетем. Детский болмас үшін бірдеңесіз болған қазір. Та-дам! Hello Kitty бізде. Ура! И бұл бізде фотосында негізінде стразылармен тұрған. И ол стразыларды, оказывается, жабыстыру керек екен. Мынау бізде клея. Мына жерде мынандай жабыстыратындары стразыларды. И мынандай қарасы бар, сарысы бар. И мынандай көп бізде жылтырақтары бар. Осындай требілістер. И көп бізде мынандай розовый. Вот осындай. И мына жерде бізде коробка. Ол коробканың ішінде бізде тағы бір коробка. Ол коробканың ішінде біздер мынандай органайзер. Вот, әдемі көрінетін. И мынандай полкасы, біріншісі, екіншісі мынандай. Үшіншісі просто осындай. И осындай бізде органайзер. Өзімнің заттарымды салып қоямын. Все, бүгіндікке біздің заттар бітті. Тағы да 3 зат бар, жолда келіп жатыр бізде. Жалпы 12 зат заказ бергем. И бізде тағы 8 зат қалды. Менің 4 затым келді. И тағы 8 зат қалды. В общем, бүгін, кстати, бізде 16 март. Сәлем достар, бүгін бізде екісінез. Мен түрмен мән бермейіндер, мен даже без макияжа отырым. Бүгін бізде 17-сі, мне кажется. И менің тағы заттарым келді. Қасынерге оларды көрсетіп тастайын. Мен оларды тоже самый ашып тастадым кешегідей. Вот, қазір сендерге көрсетем. Бірінші ол бізде мынадай скинс кофта. Өте кішкентай размер беріп қойдым, қараңдар. Бірақ денеге өте күшті тұрады. Мынадай кофточка. Рубашка, сондай жеңі осындай. Мойындары байланады. Осындай бізде кофточка. Үшінші зат, ол прям күшті нәрсе, еще арзан тұрады. Ол бізде мынандай петличка. Вот, қазір осыны сендерге көрсетейін. Мне кажется, дауыс нормальный шығар. Сендерге естіртіп көрсетсем, осыны қосып. Ішінде мынандай инструкция бірдеңелері бар. И петличканың өзін зарядтауға осындай Type-C зарядкасы бар. Өзі петличканың, мынау телефонға жалғап қоятын жері. Қазір естіп көреміз. Видеодан бірден қосылам. Болды, қосылды. Даусым қалай естіліп тұр. Андай банядағыдай сөйтіп тұрған жоқ па, андай жаман болып. Вот, в общем, осындай бізде петличка. Мен білмеймін бұның қалай естіліп тұрғанын, жаңа естіп көрдім примерно. Бір. Осындай достар, в общем. Қазір естіп көрейін мен.
Мне кажется, осылай сөйлегенде нормально естіледі. Негізі, в принципе, нормальный микрофон, нормальная петличка, мне кажется. Да, всем пока, достар. Келесі видеода кездескенше. Сәлем достар, бүгін бізде 19 март и менің тағы екі сатым келді. Сендерге соларды ашып көрсетемін. Мынау бізде юбка, сұр цветті юбка. Вот, мынандай юбка бізде. Мынаның ұзындығы нормально, бірақ белі кішкене кең сияқтылау ма. И ремені бар екен. Іші мынандай обычный қара ремень. Астында ішінде бізде шортлы бар өзінің. Мынаны ашайық. Екі цветті көрдім. Купон сол жер. Ой, резинка. Подарка сол жерді көрдім, резинка. Мынандай обычный базовый цветтерден бердім. Ақ қара. Так. Вот, мынандай ақ топ. Все, в общем, осы заттар. И менде тағы 3 зат қалды. И, кстати, мынау айнаны мен уже жабыстырып бастап кеттім. И уже бітіп қалдым почти что. И мына жерлерін тоже жабыстырып тастадым. Вот. И мына сырты қалды менде. И мына домалақтың ішін біту керек. В общем, мына жандары қалды. И мына жағын біттім, кстати, қараңдар қандай күшті. Вот, осымен осылай достар. Бүгін бізде, кстати, наурыз болады мектепте, сендерге. Наурыз дегенде, наурыз қазір өтіп жатыр бізде мектепте. И біздің 11-лерге ифтар болады мұғалімдермен. Сәлем достар, бүгін бізде 23 наурыз. И менің Пиндодадағы заттарымды наконец-то ең соңғы заттарымды алдырттым. И бүгін бізде анпакинг тағы да. Вот, бүгін 3 саат менде ең соңғы 3 саат келді. Қазір соларға біз анпакинг жасаймыз. Бірінші мына пакетті ашайық. Бұл заттар негізі менде келіп қойған еді. Бірақ алмай жүре беріп, почти бір апта өтіп кетті. Бұл жерде менде винеткаға арналған киімдер. Мынау менде қоңыр кофта. Вроде нормально, вроде норм. Иығында мындай қатты қылып тұратын мындай бар екен. Мына үлкен болатын сияқты ма? Бірінші бұл образды мен Pinterest'тен көрдім. Сосын іздеп көрдім, оказывается бар екен. Енді екінші затты көрейік. Бұл бізде жилетка. Ойбай, мынау үлкен ғой. Вот осындай жилетка. Үшінші зат. Самый долгожданный зат мен үшін. То же самое винеткаға, а мынау жилетка винеткаға емес. Просто анау юбкамен двойкаға болған ғой. Бірінші бізде мынандай мойнына фук кететіні. И осындай костюм. Қазір біз киіп көреміз. Осы 3 саат менің ең көп күткен затым, барлық заттарға қарағанда менің ең көп күткен затым осы болды. Қазір киіп көреміз. Мен мына жерде сөйлеп жатсам, оказывается, петличканың зарядкасы өшіп қалыпты. Қысқасы, мынау кофта бізде белі осылай қысылып тұрса әдемі көрінеді екен. Ал негізі размерін үлкен беріп қойыппын тоже. И мынау юбкамен менің образым примерно осындай болады винеткаға, білмеймін бірақ точносын. Кофтаның бір жағы осындай ұзын, ал екінші жағы кішкене былай тартылып тұратын сондай кофта екен. Сосын мынау қолдың астындағы жерін тоже тігу керек, әйтпесе барлық нәрсе көрініп жатыр. Негізі кофта өте әдемі, просто бұл кофта менің стилімде емес. Винеткаға қоңыр түске қандай киім киерімді білмей осыны заказ бере салдым. Мен барлық киімнен кең заказ берген ғой, LL деп. Оказывается, мынандай еуропалық стиль дейін ба, сондайларда бізде андай болып келеді екен. Большая мерка, в общем. В общем, достар, анау петличканың жаңа не қылып дауысы естілмей қалыпты. Заряды өшіп қалып. Вот. Мынау костюм менде. Мен что-то барлығын үлкен размерде беріп қойған сияқтымын.
Мынаны қараңдар, қандай ужасный болып тұр. Мен былай винеткаға қалай түсем? Вообще опашка болып қалмай. Вот, то же самое, белін қысқартса, более-менее нормально болады. Белін қысқарту керек енді осылайынан тұратын етіп. И осындай образ болады бізде. А так ол былай тұрады. Былай тұр. Иығы тоже самое. Кішкене үлкен, қатты мата болмағаннан кейін ба, осылай странный болып көрініп тұр. Бірақ жеңі кең екен енді. Вот, мне кажется, жөндеуге болады. Бізде тағы да үшінші киім бар. Қазір сендерге оны полный киіп көрсетемін. Достар. Это, в общем, мынандай жилетка. Осындай. На самом деле былай тұру қажет. И более-менее осылай корейский сияқты образ шығу керек. Именно юбканың ұзындығы, қысқалығы да маған ұнап тұрған жоқ. Маған более-менее бұдан қысқарақ ұнайды. И вроде сондай жарасады да маған. Сосын мынау арқасын былай қыссағы да нормально тұр. Маған, в общем, ештеңе ұнамай жатыр. Вот, в общем, менің ойымдағы образ вот осындай сияқты еді. Вот, осындай сияқты образ еді. Мына юбканың белін осылайынан қысқарту. Осылайынан қысқарту керек. И вообще әдемі осылай көрініп тұрады. Ана жилетканы и анау кофталарды білмеймін қалай қысқартап. Сол бір. Ладно. Все, болды. Всем пока. Давайте.